Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыз 10 сынып алгебра және анализ бастамалар пәні номер 13 сабақ. Бүгінгі біздің тақырыбымыз кері функция. Сіздерге қойылған мақсат кері функцияның анықтамасын және берілген функцияға кері функцияны табуға есептер шығару. Жетістік критериялары: кері функцияның анықтамасын және берілген функцияға кері функцияны табуға есептер шығарады. Енді сіздерге өткен тақырыпта біз кері функцияның қалай табу керектігін, қалай графигін салу керектігін өттік. Енді бүгінгі сабақта сіздер өз беттеріңізше осы тақырып бойынша тапсырмалар орындайсыздар. Y тең болады x квадрат плюс 1 және x үлкен және тең 0 берілген функцияның кері функциясын табыңыздар. Дәптерлеріңізге берілген функцияның кері функциясын тауып, оны көріп отырған графикке саласыздар. Графикті сіздер дәптерлеріңізге сызып алу керексіздер, және де бірінші кері функциясын тауып, одан кейін осы графикке саласыздар. Дәптерімізге салайық, дәптерімізге шығарайық есепті. Y тең болады x квадрат плюс 1 функциясына кері функция табу керексіздер. Шығарайық. Және графигін осы берілген графикке саламыз. Дәптерімізге шығарайық. Берілген графикті салып алыңыздар, координаталық осьті дәптерлеріңізге салып алыңыздар. Жақсы болсаңыздар, келесі тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырма ол сіздерге бірінші тапсырманың жауаптары қалай шығару керектігі. Егер сіздер дәптерге шығарсаңыздар, осы жердегі кесте арқылы сіздер тексерулеріңізге болады. Берілген функция бізде y тең болады x квадрат плюс 1 функциясы берілген. Оған біз кері функция табу керекпіз. Бірінші санымызды сол жаққа көшіреміз. Сонда y минус 1 тең болады x квадрат. Осы жерден x квадраттан құтылу үшін түбір астына аламыз. Сонда плюс минус квадраттаймыз екі жақта. Сонда плюс минус y минус 1 тең болады x-ке. Осы жерден бізде y тең болады минус 1 тең болады x-ке. Және енді кері функциясын жазамыз. Орнына x пен y-тің орнын алмастырамыз. Сонда бізде y тең болады түбір асты x минус 1. Бұл бізде ең басында берілген функцияға кері функциясы болып табылады. Егер сіздердің шығарғандарыңыз осылай болса, онда сіздердің есептеріңіз дұрыс. Келесі. Кері функцияның графигі. Жаңа мен сіздерге айттым. Бізде тек қана жаңағы берілген функцияның графигі салынған дедім, көк жазумен. Ал енді жасылы ол бізде жаңағы сол функцияға кері функция таптық қой, соның графигі. Қарап отырсаңыздар, екеуінің графиктері әртүрлі. Графиктеріңіз дұрыс болса, сіздердің онда осылай шығу керек график. Келесі. Сіздерге жеке жұмыс. 3 функция берілген. 3 функцияның сіздер кері функциясын тауып, жаңа мысалдағыдай, және де олардың графиктерін салу керексіздер. Дәптерге функцияларды жазып өтіңіздер және графиктерін салайық. Есеп шығарайық.
Бірінші кері функциясын тауып алыңыздар. Әр функцияның, берілген функцияның. Содан кейін графигін саласыздар. Жақсы болсаңыздар, келесіге көшейік. Келесі бізде төменде график берілген. Және осы графиктің сіздер төменде берілген графиктің функциясын тауып, оған кері функция табыңыз. Графигін сызыңыз. Кері функциясын тауып, сіздер графигін саласыздар. Берілген функцияны дәптерлеріңізге көшіріп алыңыздар. Және осыған кері функция салу керексіздер. Ол үшін кері функцияны табу керексіздер. Дәптерге сызайық. Жақсы, келесі график. Бұл жерде де сіздер берілген графикке кері функция табу керексіздер. Және оны сызасыздар. Ол үшін бірінші берілген кері функцияны табу керексіздер. Сосын кері функцияның графигін осы жерге саласыздар. Функцияны дәптерлеріңізге салып алыңыздар. Және кері функциясын табайық. Жақсы болсаңыздар, келесі тапсырма ол сіздерге берілетін. Сіздер физика пәнінен білесіздер. Бұл формуланы 2 тең болады kx квадрат бөлінген 2 формуласымен есептеледі. Берілген есебіміз балалар пистолеттің серіппесін 3 сантиметрге жиырған кезде 20 ньютон күш жұмсалады. Салған серіппенің потенциалдық энергиясын табу керексіздер. Төменде берілген формула арқылы сіздер есептейсіздер. Бұл бізде өздеріңіз біліп отырғандай, бұл бізде физиканың формуласы. Және осының мәнін тапқаннан кейін, потенциалдық энергиясын тапқаннан кейін, сіздер оны график түрінде көрсету керексіздер. Дәптерімізге шығарайық және графигін салайық. Жақсы, тапсырманы орындап болсаңыздар, және де бүгінгі тапсырмалар сіздерге түсінікті болса, берілген тапсырмаларды сіздер жақсы орындадыңыздар, және берілген тапсырмалар өздеріңізге түсінікті болса, онда жақсы, сау болыңыздар.